Қазақстанда шашал десе бас алатын ГАИ қызметкерлеріне, полиция қызметкерлеріне арналады таbii. Оңтүстік Корея ешқандай габарит та жоқ, ешқандай милиция тиіспейді. Неге білесіңдер ма? Өйткені үкімет сондай жағдай жасап қойғанда, міне осылай жүре береді. Бүкіл бизнес болсын, не бар, халыққа жағдай жасап тастаған мемлекет. Барлық жер халыққа ыңғайлы. Біздің жоғарыда отырғандарға, құлақтарына алтын сырға және жұмыс істеп жүрген полиция қызметкерлеріне. Бұл жақта да ограничение бар, 110 деген ограничение бар. 130 мен 140 кетіп барсаң саған тиіспейді. Сен аварийный ситуацияға кетіп барған жоқсың ба, жол саған позволяет па, жүре бересің. Ондай артық, біздегі сияқты 110 мен кетіп баратсың, неғып 105 мен кетіп баратсың деп тиісу, тоқтату, бостан-босқа документ тексеру, ондай жоқ. Ондай атымен жоқ. Мен иностранецпен машинада жүрген Кореяда да, қазақ елінің бөлгенде. Мен осы уақытқа дейін қазір машинада жүргеніме 3 жыл болды. Бір полиция қызметкері тоқтатпаған мені. Мен нарушение жасаған жоқпын. Бір полиция қызметкері. Камера көп емес, камера жоқ емес, камера көп. Көп камера. Бірақ айтайын, осы 3 жылда бір 4 ағыры шығарып келген шығар маған. 3 жылда. Адылат біздегідей жаңағы штраф түсіре беру деген мақсат жоқ қой. Оны дұрысқа түсініп алыңдар. Айтып отыр ғой, шетел деген істе бар. Шетел деген істеу үшін соған сай болу керек мемлекет. Соған сай болу керек.